Енді міне алдымыздан жүрекше берген. Осы жүрекше арқылы бір-бірімізге, яғни өзіміздің жүрегімізден шыққан жылы лебізіміз арқылы бір-бірімізге осы сабаққа тілек білдіреміз. Осы сабақта жақсы не көрсетіп, жақсы қарсы. Мен осы сабақта сабақтың жақсы өткенін тілеймін және барлық балалар бүгін жақсы баға алғанын тілеймін. Мен сіздерге сәттілік тілеймін және осы сабаққа белсенді қатысуын. Мен сабақтың жақсы өткенін тілеймін және барлықтарына сәттілік. Жақсы отыра қойып, рахмет. Балалар, мен сіздерге сәттілік тілеймін, сабақ өте жақсы өтеді деген сенімде жақсы отыра қойып. Балалар, енді біз сағатымызды бастамасы болған топқа бөлініп алайық. Топқа бөлінейік. Міне біздің алдымызда кебесе берілген. Кебесе ол біздің не кебесе? Иә? Айта ғой, әсет. Кебесе ол біздің қазақ халқында ұлттық өнер, иә? Ұлттық өнер. Яғни қазақ халқымыз осы кебесеге қаншама адамдарға дән берген, иә? Енді осы кебеседе балалар, әр бала қазір сіздерге алып барып, бір алып, топтарыңызды анықтаймыз. Міне енді осы тәтті түстер арқылы топқа бөліне қояды. Жасыл түстер бірінші топқа отырады, яғни ол сарғыш деп аталатын топ. Жасыл түстер сарғыш деп аталатын топ. Бірінші топқа келесіздер. Екінші топ сары түсті қуаныш деп аталады. Екінші топқа келесіздер. Бірінші топқа. Отыра қойыңыз. Енді балалар, қазір топпен жұмыс жасаған уақытта әр топ жетекшілерін сайлап алады іштерінен. Және сіздерде бағалау парағы таратылады. Осы бағалау парағы арқылы топ жетекшілері, топ мүшелері ішінара өздері бағалап отырады. Түсінікті ғой, иә? Содан кейін балалар, әр топ тапсырмада орындап болғаннан кейін топ балалар қызыл және сары, қызыл түсті мынандай бағдаршамды көрсету арқылы бағалайсыздар. Мысалы үшін тапсырмаға толық жақсы жауап берді дегендері жасыл түсті көтереміз. Орташа жауап берді. Тапсырма бар, бірақ та кішкене қосу керек дегендері қызыл түсті бағдаршамды көтереміз.
тапсырма мүлде тақырыпқа үйлеспейді дегендерің сары түсті көтереміз, яғни өсіп, осылайша топ бойынша бағалаймыз. Енді балалар, сабағымыздың бастамасы болған біз мына видео көрсетуге назар аударайық. Барлығымыз көреміз, мұқият қараймыз бала суретке. Екі балалар мындай видео көрсетуге назар аударамыз. Енді осы көрсетілген балалар видео көріністен біз нені байқадық? Шоқпен жауап береміз. Қане бірінші топ? Барлық жұрттар жиналып қонаққа келеді. Ал бірінші видео көрсетілген нені байқадық? Бірінші слайдта. Бірінші слайдта Төлен Әбдіков деген ақынның қонақтар жайында жазылған. Екінші топ мысалдарымыз. Төлен Әбдіковтың қонақтар деген әңгімесі деп ойлаймын. Үшінші топ. Үшінші топ мысалдарымыз. Иә. Не байқадыңыз слайдта? Айта алайын. Төлен Әбдіковтың қонақтарды жақсы. Балалар дұрыс айтасыздар. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз, балалар тақырыбымыз Төлен Әбдіковтың қонақтар деген әңгімесін өтеміз. Қане балалар бүгінгі күнді жазып, Төлен Әбдіков қонақтарды жазып. Балалар бұл сабақтың мақсатына келген сабақтың мақсаты балалар осы Төлен Әбдіков атамыздың қонақтар деген әңгімесінің негізгі идеясы мен балалар ақынның негізгі көтерген мәселесі туралы және осы әңгіменің мазмұны балалар жан-жақты толық қабілетін беру бойынша. Олай болса балалар осы Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесін балалар біз тапсырмалар арқылы бүгін ашқан боламыз. Барлығымыз жаздық, иә, бүгінгі күнді тақырыпты. Олай болса балалар, бір оқулықты ашамыз. Төлен Әбдіков қонақтар деген әңгімені ашамыз. Балалар енді Төлен Әбдіков Қостанай облысы Жайылдың ауданында өмірге келген 1970 жылдары. Бұл кісінің мынау қаламалы туындылары ең алғаш 60-шы жылдардан бастап олар жарық көре бастаған.
яғни бірнеше шығармалар жазған, романдар жазған, әңгімелер жазған енді балалар соңындары енді балалар сіздерге тапсырма қонақтар деген берген әңгімені оқулықтан 5 минут уақыт берді, соны бір оқып шығасыздар. Олардың ішінде біз нақты мәселелерді талқылаймыз. Барлығымыз оқып қойдық. Өздеріңізде ме оқып? Олай болса, балалар, осы әңгімеден не түйдік, нені түсіндік? Топ бойынша талқылаймыз. Талқылағаннан кейін балалар топтың арасынан топтың мүшесі жауап береді. Қане талқылаймыз қадырыз. Жалпы әңгімеден не айтылады, қандай мәселе көтерілуде? Сұрақ түсінікті болды, иә? Әңгімеде тәрбие туралы сондай мәселеде көп ойлар қозғалады. Жаңағы менің Сапабектің өзі әке-шешесінің борышын ақтамау туралы әңгімеде солай берген. Балалар жеңіштің мұқият туралы мәселелерді бағалаймыз. Тоқсан үшін Сабина. Ерғабыл қарттың өзінің баласы немерелерін үлкен сағынышпен қосуы, сосын оның бәйбішесі сол қатты сағынғаннан қалаға көшемін деп солай сағыныштан айтуы солай туралы. Сосын сол баласы немересін қалдырған жоқ, әке-шешесінің көңілін қалдырған. Жақсы. Тағы сақтаңыздардан. Жақсы. Бала олай болса, қане қаншылыққа жетемейсіздер. Ләйла. Біз түсінгеніміз қарттың баласы Сапабек өзінің
өзінің үйіне өз қонақ болып келгені. Былай айтсақ, өзінің әкесінің тәрбиесін дұрыс көрсетілген бала өзі қандай болмақ. Және ол өз атадан келген салтты бұзып, өзі білмеген жөнінде айтқан. Негізі оның баласы екі қатын арасында өскені дұрыс болады деп, дана болмақ деген мақалда айтылғандай. Ол қатын бір жылына демалыс сайын қарттардың арасында болу керек. Сапарбек оны өзі баласын алып кетіп, қарттың арасында тәрбиесін бергісі келген жоқ. Жақсы, қосасыздар ма? Иә, болғаны. Жақсы. Бұл әңгімеде адамның сана сезімі туралы тәрбие жөнінде айтылған. Ата-ананың алдындағы парыз туралы айтылған. Және Сапарбектің өзінің жеке ойы болмаған жөнінде айтылған. Конечно, что-то Айман айтады. Шығарманың басты түйіні ұрпақ тәрбиесі. Қалада жұмыс істеп жүрген ұлын күткен Ерғабыл шал әке-шешесінің жан сезімі шынайы суреттелген. Осы мәтінді оқып келе жатып бір сиқырға сенесің, үміттерін ақталғанын қалайсың. Бірақ мәтін біткен соң көңілің құлазиды, қайғырасың. Себебі өйткені әкенің баласына сенген үміті ақталмады. Соған қайғырасың. Жақсы. Енді балалар бағдаршамды көтеру арқылы бір-бірімізді бағалайық. Бірінші топ, екінші, үшінші топты бағалайық. Сағыныш тобы үзілген үмітпен қуанышты бағалайық. Қане? Көтере қойсын. Жақсы. Енді қуаныш тобын бағалайық. Сағынышпен үзілген үміт тобы. Жақсы. Енді үзілген үміт тобы бағалаймыз, иә? Қуаныш пен сағыныш тобы. Енді балалар, енді келесі тапсырма балалар. Мен мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Сағыныш тобы. Сіздер мәтіндегі қонақтар әңгімесіндегі балалар қысқаша жоспарға бөліп, әр бөлімге ат қоямыз. Түсінікті ғой? Мәтінді қысқаша бөліміз. Бөлімдерге бөліп, жоспар құрып жазамыз. Екінші топ балалар. Сіздер осы қонақтар әңгімесінде, жалпы түсінде қонақтар әңгімесінің кез келген балалар бөліміне рөлдік ойын көрсетеміз. Ол не? Қарт пен бәйбішенің арасында болған әңгімеден үзінді болмысы. Не болмаса, қарт пен ұлы Сапарбектің арасында әңгіме болуы мүмкін. Не болмаса, немересі мен атасының арасындағы әңгіме болуы мүмкін. Сіздер балалар үзілген үміт тобы, не сіздерге мынандай спичак беріп, осы спичакқа балалар жалпы әңгімеден маған қысқаша бір сурет біріне балалар бейнелеп бересіздер. Барлығымыз уақыт 2 минут балалар. Сіздерге түсінікті болды, иә, сұрақтар? Бөлімдерге бөліп, жоспарға ат қоясыздар. Балалар, тағы бір ескертетінім, бір жарым бетке бір ат қойып, берілген қонақтар әңгімесіне жоспар құрасыңдар, бөлімдерге.
Bala dayım olup var. Dayım olan da basayım. Kayın dayım. Bizden. Жоспар біріншісі Ерғабыл қарттың баласын күтуі. Екінші жоспар Сапарбектің өз үйіне қонақ болып келуі. Үшіншісі Сапарбектің қонақтардың әңгімесін жазбауы. Төртіншісі Ерғабылдың баласына берген тәрбиесі. Бесіншісі ата-ананың өзінше үміті. Жақсы. Кәне, бірінші топты бағалаймыз. Бірінші топ. Бағдаршамдарымыз көтеріп бар, бірінші топ бағалаймыз. Кәне, жақсы. Кәне, екінші топ. Рөл бойын. Кетіріңіздер, бірінші қай көзін жүргесіздер, қай бөлінен үзін жүргім кетсін, сол жерін айтып Бірінші бөлімнен үзін кетсін, шалмен, қарқақ пен бәйбішінің арасында зиялыз, е? Әй, кемпір, шақшам қайда? Кемпір, шақшам көрдің бе? Қошау, көрген жерге қоясың, мә. Басым айсын тұрғанай, осы өлемде қаламын. Өлсең бағила кемпірді алып келем дейді. Қалайық сол жерде? Баламыз бір жақта, біз бір жақта отырамыз солай. Балам келсе ерлік кетсем мен солай. Сен кеше байламапсың ғой ел. Бұған бірден айтсам, бұл керісінше бірден айтады өзіме. Сен шала алжып екенсің. Алжыған екен осау. Жақсы. Қайны бағалаймыз, балалар? Қуаныштылы бағалаймыз. Енді, балалар, сөз кезегі үзілген ұмыт соғынан беріп, берген тапшықмар, сізге беріп жүргенше қайны шығарып Мына суретте ең басындағы жаңағы әке шешенің өз баласын күтіп отыруы, өз балаларын көріп қуануы. Олар машинаның гүрілін естігенше асық болулары. Кемпірдің машинаның гүрілін
бәйбішенің машинаның гүлін естіп қорқып кетуі. Қарттың жаңа өз балаларын қуана тосып алу. Қане, өтілгеніміз топ бағы. Қане. Қане, көтереміз. Жақсы. Енді балалар келесі тапсырма, балалар оқулықты ашамыз, оқулықтың соңына қарай балалар. Бізде тапсырма берілген. Мен, яғни 3 тапсырма берген, бірінші топқа, сағыныш тобына берілген әңгімеден балалар мақал мәтелдерді табамыз. Берілген әңгімеден. Екінші топ, қуаныш тобы, сіздер берілген әңгімеден теңеуді табасыздар. Үшінші топ, сіздер берілген әңгімеден дисфеминизм табасыздар. Түсінікті ғой, балалар, теңеу деген не? Әдеже көріп теңеу деген не? Мысалы, бір адам екінші бір зат, ал дисфеминизм дегеніміз не? Жағымсыз естілетін сөздер. Ал мақал мәтелдер дегеніміз не? Мақал мәтел болады. Сөздерді бұрын заманда ақша болған нәрсені үйрету үшін мақалдар бар. Жақсы, бірінші топ жауап керек. Таныштай. Және Балалар қалдырды, баласыз ақталды. Тағы бар ма екен? Енді осы мақалды мағынасын түсіндіре ғой. Кім түсіндірем деді? Мағынасын. Айжан. Балалар қабылдайды ол ата-ана өзінің баласын сағынады. Баласыз ол баланы өлтіріп зарлап тұрады. Тағы да. Баласын не істесе де оған жағын беретін іс-әрекеті, иә? Айгүл айтамын. Мақал айтамын. Ананың тиюшілігі қалапасын ол парызын өте алмайсың. Ол сонда жаңағы кішкентай кезінен баласына берген тәрбиесі соны өте алмайсың. Жақсы отырамын. Кәне балалар,
топ бағалаймыз. Қарыш топ. Екінші топ. Үзілген топ бағалаймыз. Ал қуаныш тобы. Қайсы бақылымыз? Оқи болсын бақылымыз. Осы қара түбектің басында жұмақ тұрғанда екі елі қия баспай өлкесін бағалап. Бұл жерде жұмақ пен теңдеп тұр. Ерекең жаңа қаз тұрған балаша тәлтіректей көтеріліп, ат жақты қапсадай сары жігітті құшағына қысты. Бұл жердегі теңеуіміз Ерекең қаз тұрған балаша тәлтіректей көтерілген айтылып тұр. Теңеп тұр. Жақсы. Қане қуаныш тобы бағалаймыз балалар. Сен шал алжынсың. Балалар бірінші бағалаудай қуаныш тобы. Жақсы. Енді үзілген топ айтады оқиды. Сен шал алжынсың. Оқыт өзіндей қаңқыға сетіп шығар. Көзін ағарсың сенің, деді шал ақырып жылама. Әй жетер түнімен ұстағаным. Жақсы. Қане үшінші топты бағалаймыз. Бағалаймыз үшінші топты. Жақсы балалар. Енді келесі тапсырма. Балалар, мен сіздерге мынадай сұрақ қойғым деп отыр балалар. Міне алдымызда сағыныш, қуаныш және үзілген үміт деп топтарға бөлдім, иә? Енді қалай ойлайсыздар? Осы топтың біздің бүгінгі өткен қонақтар әңгімесімен қандай сәйкестігі бар? Немесе қандай арасында байланыс бар деп ойлайсыздар? Иә, бірінші топ. Ол жаңағы жерғалы қатышен оның біріншісі, ол жаңағы өз балаларын сағынып күтеді ол. Жақсы отырамыз. Екінші топ. Қайда, қайда. Ол өзінің қария өзінің балаларын көп күтіп, олардың келгеніне қуанып, қария өзінің қуанғанынан тұра алмай қалады. Ал бәйбішесі оларды күтіп алуға есік алдында тосып тұрады. Жақсы. Қане үшінші топ үзілген үміт деп аталу себебі қандай? Иә, Сәлима. Үзілген үміт деп аталған себебі ол қарттар өз баласының немересін тосады. Сосын Сабабектен өзі мүмкін өсет еткені ол Сабабек қонақтармен дұрыстап сөйлесе алмады, ол қарттармен өзі кішкентай кезінде бірге өскен қарттармен тіл таныса алмады. Сосын ол енді атасын, әкесін оны ренжітті өйткені ол баласын қалдырған жоқ. Сосын енді бір жаманы ол Сабабектің осы қазақтың баласы болуы, қазақтың баласы деген тәрбиелі, мейірімді болады. Ол қазақтың баласы бола тұра, осындай жалғыз болғаны өкінішті деп айтамыз. Енді бала келесі тапсырма видео көрсетуіне назар аударамыз.
Құдай қосқан қосағы 3 жылдан соң бір қыз 3 жылдан көрілмеген мейірімді осы жерден іздеп келген. Вот келді маған қараймадым, қарамаймын. Біреуінің қолында тұрып та көрдім әйелім қайтыс болғаннан кейін. Ал енді менің мұнда жағдайымды жақсылап отыр. Іздескен қариялардың барлығының баласы бар, бірақ бар болғыр әлгі кезберек балалары әке-шешесінен бас тартқанымен олардың зейнетақысынан жермеген. Керісінше ақсақалдардың аңшылардың уақыты таяғанда Османды турылдап жүргені, немерелердің маңдайынан иіскеп қалар жалғыз күнді байғұс қарттар асыға күтеді. Өйткені сол сәтте таяққа сүйенген күйі ғана өзінің тастанды екенін есінен шығарып, бір сәт болса да бақытқа бөледі. Жақсы. Енді балалар осы видео көрсетуінен біз не түйеміз? Осылай балалар өзіне мынандай проблемалы сұрақ қойылып отыр. Қариялар жасы ұлғайғанда осылай қараусыз қалу керек пе? Оған кім кінәлі деп ойлайсыздар? Топ бойынша талқылаймыз, сосын айтамыз. Бұған кінәлі бір жағынан баланың, бір жағынан әкенің де кінәсі бар. Өйткені баланы кішкентай кезінен тәрбиелеген әкесі ол адамның қандай болу, қандай мейірімді болу, өзінің тәрбиесін балаға беру керек. Ол бір қалған себеп баланың сана сезіміне, қарттарына апарған себебі де болады, әртүрлі себептер болады. Ол адам балаға деген тәрбиесі, атаның, әкенің қалай болады, баласының тәрбиеленуі. Яғни сіздің топтарыңыздың ойынша сонда ол әке-шешесі кінәлі деп ойлайсыздар, иә? Әке-шешесінен де баласынан да кінә бар деп ойлайсыздар. Жақсы. Мәне екінші топтыңызда жеткен. Баянды. Мен де мысалы Диананың айтқанына келісемін, оған әкенің де кінәсі бар, және ол адамның өзінің сана сезіміне де байланысты деп ойлаймын. Ол адамның санасы болса, ол әкесінің қалай тәрбиелегендігіне қарамай, ол өзінің қолының астына алады. Жақсы. Жақсы. Конечно, что Айбаршын. Бұл жерде баланың тәрбиесі бесіктен дегенде, ол баланы кішкентайынан бастап тәрбиелеген жоқ. Нұр тәрбиеледі, білгісіз. Ол баланың бала тәрбиені алғаннан ол ата-анасы ішкіш болса да, ол бала жақсы болатын бала, жақсы маскүнем болса да, баласы жақсы болуы. Кәне кім тәрбиеміз Айжан? Ата-ана қандай болса да баласын тәрбиелейді, бірақ баласы әрқашан ата-ананың алдында парызы бар. Сол парызын орындауға тиіс. Енді балалар, сіздердің алдарыңызда стикерді тараттым. Осы стикерға бүгінгі сабақ бойынша алған әсерлеріңіз, көңіл күйлеріңіз туралы жазып, балалар аты жөндеріңізді жазасыздар. Көңіл күй ағашы деп бізде балалар тақшада осы көңіл күй ағашын алып барып, біз көңіл күйімізді білдіріп, стикерлерді жазып Жақсы балалар, енді бағалауға кезек берейік. Жаңа мен топтарға тапсырма берген болатын, иә, топ басшылары бағалайды деп. Қане, сағыншы тобының топ басшысы. Күзет сайрап етіп
Мен тобымдағы Руслан бірнеше пайдалы үлес қосты. Мен оған 2 деген балл беремін. Мен тобымдағы Жания, ол үлкен үлес қосты. Оған 3 деген балл беремін. Мен тобымдағы Альби, ол бірнеше пайдалы үлес қосты. Оған 2 деген балл беремін. Мен тобымдағы Нұрболат, ол үлкен үлес қосты. Оған 3 деген баға беремін. Ал Мұсаға, ол бірнеше үлес қосты. Оған 2 деген. Коллеги, что? Көбісі көп үлестерін қосты. Жауаптары көбінесе баяндының толғанайдың және әсердің жауаптары ерекше болды. Аида олар көп үлес қосты деп айтуға болады. Өздері айтпаса да өздеріне ойлар бізге. Еще ойдың? Қандай бағалады? Yes. Үшінші номер. Ал екеуіне 2. Жақсы. Дальше что бағалайды? Это маленечко номер. Дианаға 5 қоям, Айзадаға 5, Мирасқа 5 деген қоям, Көрпенге 4 қоям, Дианаға 4 қоям, Сәлімаға 7 қоям. Балалар жақсы назарларыңызға рахмет. Үйге тапсырма балалар. Ата-ана қадірі егер тақырыпқа шығарады.